Осы уақытқа дейінгі сізді ренжіткен адамдар болса, кешіре біліңіз. Барлығы өкпе ренішті, ашу ызаны босатыңыз. Ал сіз бір адамды ренжітіп алсаңыз, кешірім сұрай біліңіз. Ол мүмкін болмаса, Алладан кешірім сұрағаныңыз жөн. Себебі кек сақтау, өкпелеу, ренжу бойымызда жағымсыз энергия ұстап, ауру тудыруы мүмкін. Алла кешірімді адамдарды жақсы көреді. Кекшіл болма, көпшіл бол дегенді көп естиміз. Сондықтан Алланың рахымы үшін және де өзіңіздің денсаулығыңыз үшін кешірімді болыңыз. Кешірімді адамдар кеңпейіл болады. Әр адамның біз туралы айтқан сөзіне, ойына ренжи бермей, дұрыс көзқараспен қабылдау қажет. Басқа адам сіз туралы жағымсыз пікір айтса, бәрінің алдында ақталып қажет емес. Кімнің ақ, кімнің қара екенін бір Аллаға тапсырғаныңыз жөн. Барлығын кешіріңіз. Алдымен өзіңізді, содан соң сізді ренжіткен адамдарды кешіріңіз. Рахмет айтып, жүрегіңізді реніштен, өкініштен босатыңыз. Өзіңізді және айналаңызды кінәлаудың орнына шын жүрекпен жақсы көріңіз.